Импровизация. Дәурен Серғазиннің қойылымын көрерменге 2014 жылдан бері қызық етіп келе жатқан осы дүние. Егер сен нүкте шегесіне дейін өзін қойып берсең, ол өзінікі емес болады да, ол біреудікі болып саналады да, кішкене актер ойнағанда да кішкене біреудің қойып берген ойнағандай еркіндік сезінбейді. Ал актер міндетті түрде өзінен шығу керек та, сонда ол өзіндікі, осы спектакльдің спектакль өзімдікі, роль өзімдікі деп, сонда бәрі бір ойға түйіседі. Ең қызығы бізде бұл спектакльдердің үнемі репетициялар уақыт жоқ болғандықтан түнде болады. Түнде екінші дыхание ашылады дейді ғой. Кәдімгідей тамағымызды әкеліп, таңға дейін дей өтіп бара жатқан ше. Сен ба кішкентай десек, мына жақта сенен кішкентайлар да бар екен ғой. Сіздің өмірдегі образыңыз салмақты адам ғой. Енді театрдың директорысыз, не дегенмен де сол өмірде шығармайтын бір кейбір тұстарды шығаратын шығарсыз. Ол да бар, өмірдегі шығармайтын дүниелеріңді осы сахнадан шығарып аласың. Бұл рөлді тіпті Нұрғанат ағайдың өзі де танымай қалған, көрген кезде кім ойнады деп. Біз ойлағанбыз, ағай ұрсатын шығар бізге деп. Бірақ ағайымызды керісінше сол кезде таңғалып, ризашылығын білдіргенде біз ағайға таңғалдық. Міне образ деген осылай болу керек, осылай жасау керек деп. Дәл осы комедияда сахнадағы Әділ Ахметовті танымай қалатын көрермен көп. Ішіңдегі бұзықтығың мен балалығыңды шығаруға театр сахнасы таптырмас орын десе де. Көп көрінбей кеттіңіз спектакльдерде? Жарақатқа байланысты. Енді бізде көп спектакльдер физикалық қимыл қозғалыс талап етеді ғой, сондықтан аяғымнан жарақат алып, 3 ай ма гипспен жүріп, қарапсаңыздар кішкене салмақ жинап алдым, аяғым жаттық, аяқты көтеріп. Келесі жылы тырысып көрсек бола ма? Сіздер киноға, жастар театрына көрермен шақыру үшін түсетін сияқтысыздар ма? Өйткені кино актерлер шыққанда көрермен ерекше доғыл шапалақпен қарсы алады. Ол бар, әрине. Кино енді үлкен жарнама ғой бізге. Мейірғатты да, Әділ ағаны да, Дәурен ағаны да кинодан көріп жүрсіздер, жақсы актер екенін білесіздер. Ал театрға келмесеңіз, Жандәулет Батайдай мықты актердің бар екенін білмей қаласыз. Рахмет. Актер ғана емес, музыкант. Бұл спектакльдегі әуендер Дәурен Серғазин екеуінің қолынан шыққан. Қандай аспаппен жаздыңыз? Енді менікі гитара ғой. Сосын осылай өңдеу керек деп музыкалардың барлығын. Бұл кезінде қай жылдар екен есіме түспей тұр, бірақ біз оқушылар сарайында болған кезде шыққан дүние. Сол кезде кішкентай аядай осындай студиям болған. Сұрада жазып шыққан дүние болатын. Няня деген сөз бар ғой, тегін няня болудан қашпайсыздар ма? Жоқ. Бір бала келгенде қуанамыз, 2-3 бала келеді еще. Ондай кездерде болады. Қазір тамақ сұрап қалады, мазасызданып қалады, не істейсіз сол кезде? Мамасын шақырамыз ғой, сахнадан ақырын. Мүмкіндік болса шығады, ақырындап. Бұл да өзі үйренген бала ғой, міне мамасы. Мамасы? Бір ауыз сөз. Балаңыз сахна сыртында өсіп жатыр екен ғой? Шүкір, сахна сыртында осы атмосфераны сезініп өсіп жатыр. Енді жұмысымыз сондай. Екінші, үшінші бала мүлдем жүретін сияқты өз күнін өзі көріп. Біздің театрымыздың барлық актерлардың балалары осы сахна сыртында өсіп жатыр ғой. Солай, сахнадағы оқушыларды да, залдағы көрерменді де тал шыбықтай болмыс бітімімен тамсандыратын сұлу мұғалімнің осындай бөбегі барын болжап білу қиын. Сахнада күлкі қысқанда не істейсіздер? Күлкі қысқанда ма? Әр кезде әртүрлі, шынымды айтайын, әр кезде өзіңді шымшисың, өзіңді бір басқа жаққа ойыңды аударуға тырысасың, образдан шықпауға тырысасың. Спектакльде импровизация көп жасаған кезде сондай күлкі қысып қалады, өйткені күтпей қаласың, партнеріңнен күтпей қалады, немесе партнерің сенен күтпей қалады, немесе сен өзіңнен де күтпей қаласың.
сахнаның артындағы спектакльден кейінгі атмосфера? Бұл Айбол деген менің құрдасым. Негізі Соның өмірде бар атын, дейсің. иә, атын қоя салғанмын ғой жай. Бірақ бұл менің басымнан өткен дүние. Бұл жердегі бар шындық менің мұғаліміме ғашық болғаным ғана. Сонда сіз өзіңіз ғашық болып қаласыз ба? Мұғалімге? Канадаға жібереді екенсіз. Әдемі болды ма не сонда? Өте әдемі болды. Драматургтың алғашқы махаббаты осылай тарихқа айналды. Ол ғана емес, спектакльден кейінгі Нирғат Амангелдиннің алғашқы тұсау кесуі, шапан киюі де енді кішігірім тарих. Шын күтпеген жағдай, дайындалмаған. Менде бірінші шапан, Көп болсын, жағынан болсын. Рахмет.